Bir. Hayırlı gün dostlar. Біздің бүгін бізде 4-ші сабағымыз. Бүгінгі сабақта біздер яғни пияз элемент дыбыс шығарумен элементімен танысатын боламыз. Ол пияз элемент біздерде яғни ең көп кездесетіні неден бағдаршамнан өтетін кезде, кнопканы басқан кезде жаяу адамдар жүру үшін дыбыс шығарады. Ол яғни бағдаршам ішіндегі пияз элемент. Оның негізгі мақсатын біздер білеміз, яғни ол көзі көрмейтін адамдарға жолдан өтуге сигнал ретінде тұратын. Яғни тап осындай элемент Arduino'ның ішінде де бар. Яғни Arduino'ның кернеуіне қажетті 5 вольтпен жұмыс жасайтын пияз элемент. Arduino жинақтың ішінде пияз элемент екіге бөлінеді, активті және пассивті болып. Яғни актив пен пассивтің дыбыс шығаруы ол яғни пияз элементтің бетінің жабық тұруына немесе ашық тұрған жағдайда дыбыс шығаруына байланысты. Яғни актив пассив болып екіге бөлінеді. Енді біздер бүгін пияз элементті жалғамас бұрын бізге жаңа білім қажет бар. Ол яғни Arduino Uno'ның ішінде шим порттар деген бар. Қазір Arduino'ны көрсеткен кезде жақындап көрсетемін шим порттарды. Яғни бүгін біздер екі немен танысамыз. Ол біреуі пьезо элемент және шим порттар, PWM порттар. Шим деген орысша айтқанда широкая импульсная модуляция, яғни пульс арқылы жұмыс жасайтын, яғни сандық порттар, оның алдында біздер жарықты өтті қосқан кезде ток бар және ток жоқ деген режимде жұмыс жасадық. Сонымен бірге шим, яғни сандық порттардың ішінде 0-ден 13-ге дейінгі порттардың ішінде, яғни жалғыз 0 вольт 5 вольтпен емес, сол кернеуді 0 мен 5-ті арасындағы, яғни 1 вольтты, 1,5, 2-3 вольттарда ала алатын сондай қосымша порттар бар. Яғни ол екі режимде жұмыс жасалады. Яғни біреуі логикалық ток бар, ток жоқ деген болатын болса, екінші яғни берілген кернеуді, яғни берілген жиілікте әртүрлі сигналда түрлендіре алатын, яғни сондай порттар ие. Ол порттарымыз біздерде PWM порттар деп атайды. Олар біздерде алдында мынандай Arduino'ның белгіні тұрады. Ол бізде 3-ші порт, 5-ші порт, 6-ші, 9-ші, 10 және 11-ші порттар. Яғни бұл 6 портты PWM порттар деп атайды. Енді Arduino жаңа айналысып жүргендер, көріп жүрген оқушылар, көбіне оқушылар, мұғалімдерде бұл порттарды алдында тұрған сызық минус деп ойлайды. Негізі ол минус емес, ол шим екен. Енді қазір түсіндірейін. Так, ол үшін бізге кесте сызу керек болады. Так, мысалға кестені алайық. Енді осы кестені түрлендіру үшін ойнанамайды. Мынау біздерде дейтін неміз болсын, кернеуіміз. Яғни мына жерде 0 вольттан 0 вольт. Так, келесі 1, 2, 3, 4 және 5 вольт. Бәрінің қасында вольт деген беріледі. Яғни бұл бізде кернеуіміз напряжение. 0 вольттан бастап 5 вольтқа дейін. Ал енді мына жағымыз біздерде уақыт. Яғни мына біздерде уақыттың өзгеруі. Мысалы 1 секунд, 2 секунд, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 секунд. Яғни біздер 10 секунд ішінде қазір қараймыз біздер сандық порттармен 0-ден бастап 13-ге дейінгі сандардың токтар қалай қозғалады және шим порттарда ол қалай белгіленеді. Мысалы, енді ең бірінші біздер дейтін жасыл түспен сандық порттарды қарайық. Ол біздерде мыналар 2, 4, 7, 8, 12, 13 және 0 мен 1-дің өзі кіреді. Енді бұл жағдайда бұл порттар негізі қалай жұмыс жасайды? Жалпы, егер digital деген команда беретін болса, digital write деген команда беретін болса, ол мынандай болады. Егер біз digital write мысалға өткен сабағымызда let high деген команданы бергенде, ол 0 вольттан бірден high алғанда 5 вольттан қатарда ток беріп береді. Біздер дейтін мысалы 2 секундқа delay 2000 деп берген болса, 2 секунд бойында delay 2000-нан кейін digital write
low деген кезде ток 1-ден 5 вольттан 0-ге құлайды. Сосын біздер мысалы 2 секундқа тағы ажырататын болсақ, ол 2-ден 4 секундқа, содан кейін дейтін қайттан қосатын болсақ, яғни ол 1-ден 5 вольтқа дейін тогымыз, яғни кернеуге дейін көтеріледі. Сосын ары қарай мысалы 3 секундқа қосқан болсақ, 1, 2, 3 де мысалы 7-нің қатарына келеді. Сосын 3 секундтан қайттан ажыратуды қосатын болсақ, ол төменге құлайды 1-ден. Солай, яғни тогымыз бұндай жағдайда 0,5, яғни digital write деген команда берген кезде ток бар, ол бар деген сөз толық 5 вольттың өзі, low деген ток жоқ, ол 1-ден 0-ге құлайды. Сөйтіп 0,5 болып солай өсе береді. Енді біздер шимпортты қарайық. Шимпорт қалай жұмыс жасайды? Яғни шимпорттың көп жағдайда шимпортта кездесетін команда ол аналог write-пен жұмыстануға. Сонымен бірге әртүрлі компоненттердің өзінің шимпортқа байланысты командалары бар. Яғни бүгін біздер дейтін аналог write деп шимпортты осылай түсінгенменде, бүгінгі пьезоэлементте біз аналог write емес, өзінің арнайы функциясын қолданамыз. Оны қазір программа жасаушысына түсіндіремін. Енді аналог write бойынша қалай жұмыс істейді? Яғни аналог write-та біздерде командада ол дейтін неміз мысалға бір команда беріп мысалға 4 вольтқа дейін барып, төмендеп, қайта мысалға жоғарыға дейін, қайтадан төменге кетіп, сөйтіп максималь 5 вольтқа дейін әртүрлі өзгереді. Яғни мына қатарда, мында 1 секундта ол деген біздерде қанша мысалға 1,7 мысалға дейтін кернеуді алып тұр да, мысалға түрлендіріп тұр. Сөйтіп әр жағдайда өзгертіп барып жатыр. Мысалы, мына жағдайда 2 секунд болған кезде ол деген біздерде где-то мысалы 3,4 вольт мысалы кернеуді беріп тұр. Солай айтып, шимпорттар ол дейтін жалғыз, яғни 0,5 пен емес, арасындағы 5 вольтқа дейінгі кернеуді түрлендіреді. Сәйкесінше кернеу түрленген сайын, кернеулер өзгерген сайын, бүгінгі мысалға біздің элементімізде, пьезоэлементте дыбыстар өзгереді. Яғни неғұрлым мысалы ток көп берілген сайын дауысы соғұрлым қаттырақ шығады. Яғни жіңішке болуы мүмкін, ал енді төмендеген сайын дауысына барып жуандаған сияқты. Сөйтіп әртүрлі біздер бүгінгі сабағымызда пьезоэлементте әртүрлі ноталарды беріп қараймыз, яғни дыбыстарды. Яғни ол дыбыстарды сырт көзге қарағанда біздер дыбыс ойнап тұрғанмен шын мәнінде, яғни онда біздерде кернеулер өзгеріп тұрады. Соған байланысты, яғни Arduino'да біз берген командалар оны түрлендіріп, бізге қажетті қандай мысалы нотаны кім бердік, соған байланысты кернеу жоғары көтеріліп, төменге түсіп әр бағытта ойнап тұратын. Яғни бұлар біздерде шимпорт деп аталады. Сонымен пьезоэлементті қосқан кезде шимпортқа қосамыз дегенде бірден оқушыларда өздеріңіз жаттап алуыңыз керек. Олар 3, 5, 6, 9, 10, 11. Яғни осы аталған порттарға қосып, бүгінгі пьезоэлементті басқаратын боламыз. Пьезоэлементті ағылшынша көп жағдайда мысалы базалық немесе пьезо деп жазып, пьезо деп екі атаудың да ағылшынша атауын қолдана беруге болады. Яғни оны біздер бүгін шимпортқа қосамыз. Яғни мынаны оқушыға түсіндірген уақытта осылай тақтаға сыздыртып, көрсетіп, яғни мына былайша айтқанда бізде кешегі digital write, мынау high біздерде команда, мынау біздерде low деген команда, мынау сәйкесінше қайттан high деген команда, мынау біздерде low деген команда. Сөйтіп high low мына жағдайда бізде яғни аналог write немесе бүгінгі өтетін функциямыздағы берілген командамызға байланысты ток несі напряжениесі жан-жақты өзгеріп тұратын болады. Олай болса, енді қазір неге көшейік? Біздің жинағымызға көшейік. Так, сонымен енді жинайтын боламыз. Біздерде Arduino'мыз бар. Бүгінгі элемент пьезоэлементіміздің ұсқыны. Пьезоэлемент. Пьезоэлементтің Arduino жинақта қандай болатынын қазір мұнда суреті шығып тұрады, содан қарап алсаңыздар болады. Пьезоэлемент жалпы екі контактіден тұрады. Яғни бір аяғы плюс, бір аяғы минус. Arduino жинақтың ішіндегі пьезода жоғары жағында минус деген, мынау сияқты минус деген болмайды, яғни тек қана бір жағында плюс деген белгі тұрады. Енді сәйкесінше бір аяғы плюс болса, екінші аяғы минус деген сөз. Енді схемамыз бойынша жинап қарайық. Бірінші әдеттегідей минус контакты бізде дайын болғандықтан қосып алайық. Arduino'нан дейтін қара түсті Arduino'ға проводты аламын. Оны бірден пьезодағы GND деген қатарға қосамын. Бұлай түзеп алайық. Сонымен минусты қостып, енді плюсімізді қосайық. Плюске біздер басқа түсті алайық, қызыл түсті алайық. Плюс контакты мына жерден аламын. Оны мен кез келген шимпортқа мінекей. 3, 5,
алдарында белгілі көрсетсем 3, 5, 6, 9, 10, 11 деп. Көп алысқа бармайды, бірінші тұрған 3-ке қоса қой. Сонымен бізде пьезо элементімізде 2 контакты қосылды, плюс және минус. Енді осы пьезоны біздер қазір дыбыс шығаруға команда жазатын боламыз. Так, біздің кодымыз. Так, код менде жазылып дайын тұр. Енді кодты түсіндірейік. Так, енді жаңа айтып кеткендегідей, пьезо элементті ағылшынша базер немесе пьезо деп атауға болады. Мен жалпы тілде көп жағдайда кездесетін айнымалы атауымен базер деген атаумен алдым. Өткен сабағымыздан білеміз, int деген ол біздерде айнымалының типі, integer. Яғни базер деген айнымалымыз алдағы уақытта команданың ішінде тек қана бүтін сандарды қабылдайды. Егер де біздер музыка ойнатуға мысалы 10-дық бөлшек беретін болсақ, мысалға 220,5 деген. Ондай жағдайда ол ар жағында 10-5-ін алмайды, тек қана 220-мен жұмыс істейді. Егер де біздер мына жерде 10-дық бөлшектерді алғанын қалайтын болсақ, онда біздер мына типті float деген өзгерте аламыз. Float деген ол барлық сандар жиыны, яғни онда 10-дық бөлшектерді кіреді. Оны қазір өзіңізге тексергенде өзгертіп қарасаңыздар болады. Келесі айнымалы атауы бізде базер. 3 деген жаңа мен қосқан порт номер. 3-ші порт, шимға қостым. Функция void setup, оны өткен сабақтан білеміз, бір рет орындалатын функция. Функцияның фигурал жақсысы ашылды, фигурал жақсысы жабылды. Функцияның ішіне команда pim mod. Базер бізде айнымалы, режим output. Яғни пьезо элементінде режимі жарықты өтті сияқты output режимде болады. Себебі Arduino'да 3-ші порттан ток барған жағдайда ғана пьезо элементте дыбыс шығатын болады. Мысалға, динамик колонкаларда міндетті түрде дыбыс шығару үшін, напряжение кернеу ток бару керек, сол кезде ғана әртүрлі дыбыстар шығарады. Сондықтан бұның режимі output бар. Сәйкесінше 3-ші порттағы қабылдау режимі өшіріледі, тек қана токты шығару output режимі жұмыс істейтін болады. Void loop функциясы void loop функциясының фигурал жақсысы ашылды, жабылды, түгелді, қарап алдық. Енді немізді қарайық, программымызды қарайық. Сонымен, яғни өткен сабағымызда біз ретінде digital write, яғни сюда жарықты өтті қосу үшін digital write high деген команда, немесе өшіру үшін digital write low деген команда үйренген болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда жаңа функция tone функциясы. Tone, яғни оны былай жазайын. Функцияны түсіндіріп ақпарат іздегенде көбіне осыны айтып көрсетеді. Tone функциясы жақшаның ішіне команда жазылады. Жақшаның ішінде жазылатын команда бірінші tone деген функциямыз қандай пьезо элементпен, қандай элементпен жұмыс жасайтын көрсетеміз. Мысалға, неліктен бұлай жасалады? Жинақта біз қазір Arduino'да тек қана бір пьезо элемент жинағанмен, кей жағдайда жинақтарда болады 2-3 пьезо элемент жинайтын. Мысалы, біреуі басқа жағдайда дыбыс шығарып тұратын болса, екінші мысалға басқа ақпаратқа арналған. Сондай жағдайда элементтер неғұрлым жаңа өткен сабақта жарықты өттен білеміз. Элементтер әртүрлі қосылғанмен атаулары өзгереді. Сондықтан да tone функциясы қай пьезомен жұмыс жасайтын көрсетеміз. Бүгінгіде бізде тек қана бір пьезо элемент және оның атауы базер. Сондықтан tone жақшаның ішінде біздер базер деген айнымалы бар пьезо элементпен жұмыс жасайтын деп көрсетеміз. Және 220 деген қандай герцта жұмыс шығару керек. Яғни жиілігі де герц. Жиілік. Қандай жиілікте дыбыс шығару керек. 220 герцта дыбыс шығар деп біз оған команда жазамыз. Делай 500. Яғни 0,5 секунд бойына 220 герц шығарып, 0,5 делай 500 аяқталғаннан кейін қайттан команда tone, қайттан сол баяғы базерге енді 374 деген команда. Яғни 374 герцтағы звукты шығару керек болады. Оны біздер 1 секундқа қойдық. Делай 1000, яғни басында 220 герцтағы звукты 0,5 секунд шығарса, енді 1 секунд бойына 374 герцтағы. 1 секундтан кейін қайттан жаңа команда tone, базер енді 715 деген герцтағы звук шығарады, оны яғни секунд жарымда 1 секунд 1,15 секунд шығарады. Содан кейін енді қараймыз. Tone деген функция әрқашан дыбыс шығаратын функция. Енді жаңа келесі функция дыбыс шығартпайтын, ол біздерде no tone деп аталады. Яғни логикаларда ойлап қарағанда қарапайымда tone дыбыс шығарады, no tone деген tone жоқ деген сөз, ол дыбыс шығарма деген. No tone қайсысы дыбыс шығарма керек? Базер деген айнымалы меншік деген пьезо элемент дыбыс шығарма керек. Яғни ол біздерде жалғыз, ол 3-ші портта. No tone-да, яғни барлық жиіліктер айып тастайды, яғни пьезо элементіміз дыбыс шығармай тұрады. Дыбыс шығарма уақыты біздер мында делай 3000, яғни 3 секунд бойына дыбыс шығармайды. 0,5 секунд бірге жиіліктегі дыбыс шығарады,
1 секунд басқа жиіліктегі, 1,5 басқа жиіліктегі, үшеуі кезекпен кезек үш түрлі дыбыс шығып болғаннан кейін 3 секундпен үндемейді. 3 секундтан кейін void loop бізде қайталанбалы цикл екенін білеміз. Олай болса, бәрі қайтадан басталады. Енді қазір мынаны жұмыс жасатпас бұрын тағы да бір нәрсе, ол біздерде схемасы қалай жалғанады. Так, схемасын мұнда көрсете қойын. Пьезо элементтің жалпы схемада белгіленуі. Пьезо элементтің схемада белгіленуі ол біздерде былайынан белгіленеді. Яғни сонның өзі динамикке ұқсайды да өріпірға. Сосын оның біреуіне плюс деген белгіні салып береміз. Сонымен бізде пьезо элементімізде екі контактысы бар, біреуі плюс, біреуі минус. Енді ол Arduino'ға қалай қосамыз? Яғни минус жағын, екінші контактысы минус жоқ жағын, оны дейтін бірден Arduino'дағы GND-ге қосамыз. GND минусқа, плюс жағын ешқандай кедергінің қажеті жоқ, бірден оны біздер шимпортқа қосамыз. Бүгінгі жағдайымызда ол D3. Яғни мұны схемада белгіленуі. Үшінші портта және минуста көрсетілген. Мына программаны функцияларда герц жиіліктің схеманы блокнот, дәптер бастаған болсаңыздар, соған жазып алыңыздар. Олай болса, біздер программамызды тексеріп қарайық. Тазалайын. Жаңғабайын. Так. Hemen tексеріп қарайық. Үш секунд үндемейді. Яғни дыбысты, дыбыс шыққан мұнан көруге. 3 секунд дыбыс шығарады, 3 түрлі созайын бар дейтін 3 секундқа үндемей тұрды, қайттан дыбыс шығарады. Енді біздер бұл программамызды бір жобаға арнап келіп қараймыз. Біздерде ең көп жиі дыбыспен жүретін тағы да бір нәрсенің біреуі, ол дейтін мысалға скорый помощь, жедел жәрдем, сонымен бірге полициялар да жүріп тұрады, яғни дыбыстар шығады да қосып қойған уақытта. Біздер соны келтіріп қарайық. Яғни екі жарықты өтіп қосайық. Екі жарықты өтіп қосайық. Өткен сабағымызды еске түсіріп жарықты өтті. Сонымен жарықты өтті қалай қосатын? Так, сонымен жарықты өтімізде бізде қызыл жарықты өтті алайық. Екіншіге көк түсті жарықты өтті алайық. Так, blue, да? Көк түсті жарықты. Сонымен жарықты өтімізде бізде білеміз екі түрлі контактысы бар. Біреуі минус, біреуі плюс. Қысқасы катод, ұзыны анод, яғни плюсы. Кедергіні аламыз. Кедергіміз бізде ол анодқа жалғаймыз. Оның өлшем бірлігі 220 Ом. Және екінші кедергіні алам. Оны да өзгертемін. 220 Ом. Сонымен екі немді жарықты өтімді алып алдым. Енді мұнасыға бұлай жасау болады. Бір тағы да бір проводты алайын. Оны мен мына минус қатарға қосайын. Сонымен менде мына қатарым толықтай GND портта. Енді жарықты өтімдағы бір минусымды мұнда қосам, екінші минусымды мұнда қосайын. Сонымен екі жарықты өтімді минусқа жалғадым, енді менде жарықты өтімді плюске жалғауым керек. Так, қызылымды кедергіден кейін алып екінші портқа қосайын. Қызыл жарықты өтті. Так, енді көк жарықты өтімді көк түрлі түсті және проводты алайын. Так, оны мен дейтін төртке қосайын. Сонымен менде екі жарықты өт қосылды. Біреуі қызыл, біреуі көк. Менде бұлай болу керек. Ноутон функциясын алып тастайын. Қызыл жарықты өт жанғанда басқа дыбыс, көк жарықты өт жанғанда басқа дыбыс. Екеуі жан сөніп тұру керек. Яғни жан сөніп, жарықты өтім жан сөніп, екеуі ауысқан сайын сәйкесінше дыбыс та ауысып тұру керек. Сонымен программа. Так, программа менде жазылып дайын тұр, бұрынғысын кетіре қояйық.
Так. Сонымен программамыз қалай? Int buzzer, ол уже сіздерге түсінікті деген ойдамын. Білеміз жаңа жазғанымыз бойынша int buzzer да без элементім 3-ші портта қосылған. Red қызыл жарық диодым менде 2-ші портта қостым, ал int blue көк түсті жарық диодымды 4-ші портқа қостым. Сонымен менде 2 жарық диод бар, 2-ші және 4-ші портқа қосылған. Сәйкесінше 3 компонент, 3 түрлі порт, ал енді void setup-тың ішіне сол 3 түрлі порттың режимдерін көрсетіп жатырмын. Бірінші buzzer-дікі output, red-дікі output, blue-дікі output. Сол арқылы мен 3 порттың да сигналды қабылдау режимдерін өшіремін де ток шығару режимдерін қосам. Жарық диодта да жану үшін міндетті түрде ток қажет болады, яғни Arduino ток жіберу керек. Без элементінде дыбыс шығару үшін Arduino ток жіберу керек. Сондықтан да 3 режимде output режимде жұмыс жасайды. Void loop функциясы, void loop-та біздер жаңа білеміз. Енді қараймыз. Tone buzzer 220. Яғни без элементім 220 деген звук шығарып жатқан уақытта менде red-ім менде high режимде, blue менде low режимде тұру қажет. Яғни үшеуі қатар. Яғни программа басталған уақытта tone-ды орындайды, digital red-ді орындайды, және blue-ды орындайды, high мен low-ды. Сосын барып 500, яғни 0,5 секундқа осының бәрін ұстаптады. 0,5 секундтың ішінде без элементім 220 Гц-та дыбыс шығарады, қызылым менде жанып тұрады, көгім менде өшіп тұрады. Енді неден кейін осы 0,5 секундтан кейін tone buzzer өзінің дыбысын өзгертеді 715-ке. Мысалы 715-те алдым. 715-тен кейін менде керісінше қызылым өшеді, көгім менде жанады. Яғни көгім қосылады. Яғни без элементінде звук өзгереді. Бұл да 500 миллисекундқа. Сөйтіп, void loop функциясы аяқталады, содан кейін ары қарай уже қайтадан void loop өзінің ішіне орындай береді. Сонда сыртқы өзгерғанда жанып сөніп тұрады, дыбыстар екеуі әртүрлі болып тұрады. Сонымен тексеріп қарайық. Енді сіздерге тапсырма, осыны кәдімгі дәптерге бастап жүрген болсаңыз, маған осының схемасын жіберетін болсаңыздар, Telegram каналға қосылып, Telegram каналда схемасын жіберсеңіздер, яғни ол схемада без элемент қосылған болу керек, және 2 жарық диод. Порттары, жарық диодтарымыз 2 мен 4, без элементі менде 3-ші портта. Так, сонымен тексеріп қарайық. Кішірейтейік. Яғни, естіп тұрған барса да? Екі жарықты кезекпен кезек, без элементте 2 түрлі дыбыс шығып тұр. 220 мен 715 біздерде кезекпен кезек, яғни дыбысты шығарып орындап тұр. Олай болса, бүгінгі сабағымызда без элементтің қызметі түсінікті деп ойлаймын. Яғни бұл жалғыз тек қана жарық диодты қосу немесе дыбыс шығаруда емес. Бұған дейтін Google-ға мысалы нота герцах деп жазсаңыздар, сіздерге ноталардың до, ре, ми, фа, соль, ля, сидің герцтағы звуктар шығады. Яғни ол бірінші дауысы, екінші дауысы, октавы деп бөлінеді. Соған өздеріңізге қажеттісін қарап, дыбыстарды беріп қарасаңыздар, яғни до, ре, ми, фа, соль, ля, си дегеннің дыбысын шығарады. Сол арқылы мысалы ноталар жазып қарауды. Егер сізде музыкадан хабарыңыз болса, немесе қандай да бір музыканы ұнатсаңыздар, соны мысалға Google-ға жазып, осы өлеңнің герцы деп жазсаңыздар, сізге шығарып береді. Соны ары қарай тонға ол нотаның орындалу ұзақтығы делайға салып, өздеріңізге қажетті бір музыканың бөлігін мысалға орындатып қарасаңыздар болады. Олай болса біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.